Баршаңызға сәлем. Бүгін біз сіздермен бауырсақ дайындайтын боламыз. Бауырсақты дайындау үшін бізге ең алғашында жылы сүт қажет. Егер сүтіңіз холодильниктен шықса, міндетті түрде микроволновкада жылытып алғаныңыз дұрыс. Одан кейін ол сүттің үстіне қант қосамыз. Сүттің проценттік мөлшері 2,5, 3,2 болуы мүмкін. Содан кейін жылы сүттің үстіне, қанттың үстіне дрожжи саламыз. Содан соң 10-15 минутқа бөлме температурасында жылы жерге қойып қоямыз. Одан кейін жылы жерде дрожжымыз өседі және кішкене көпіршіктер пайда болады. Сол кезде бір жұмыртқа, тұз татымына қарай, міндетті түрде, егер білмесеңіз татымын татып көріңіздер, тұздың дәмі шығып тұруы қажет. Ары қарай 2 қасық майонезді саламыз да жақсылап араластырамыз. Барынша ішіндегі ингредиенттер еріп біркелкі болғанша. Содан кейін ситадан өткізілген ұн қажет. Міндетті түрде ұнды ауаға қанықтырғанымыз дұрыс болады, себебі ауаға қаныққан ұннан воздушный тесто шығатын болады. Міне енді ұнды мөлшеріне құйып, осылай жақсылап араластырамыз. Және ортасында осылай маймен майлап, жан-жақты қолымыздағы барлық ұнды түсіріп, қолымызға жабыспайтын әдемі тесто илейтін боламыз. Мінекей біздің тестамыз өте жұмсақ және қолға жабыспайтын нәзік мамық тесто. Бауырсақтың ыдысының қақпағы болса қақпағымен жабамыз, жоқ болса пищевая пленкамен жақсылап бекітіп, ауа кірмейтіндей етіп жауып қоямыз. Содан кейін 50 градуста духовкамызды қыздырамыз. 5 минут 10 минутқа қызып болғаннан кейін 5-10 минуттан кейін өшіріп, сол бекітілген жабық духовканың ішінде жылдам көтерілуі үшін барлық жылулығы сақталған жабық помещение болғандықтан сол жерде сақтаймыз. Жай бөлме температурасында қалдырсаңыз да тестаңыз көтеріледі, бірақ бұл процесті жылдамдату мақсатында жасалған дүние. Мінекей біздің тестамыз енді жақсылап көтерілді. Біз енді қолымыздан келгенше жаямыз оқтаудың көмегімен. Содан кейін қалыңдығын, менің жағдайымда қалыңдығы сәл жұқалау болып кетіпті, ал сіздер сәл бұдан қалыңдау етіп қойсаңыздар дұрыс болады. Және бетін жауып 10 минутқа тестамызды көтерілгенше жауып қоямыз. Мынандай дөңгелектерді 10 минутқа жауып қоямыз. Басқа тірліктерімізді жасап жатамыз ол кезде, ал 10 минуттан кейін майымызды қыздыруды бастаймыз. Мінекей біздің бауырсағымыз көтерілді, бірақ бұдан да қатты жоғары көтерілуі үшін біз сәл қалыңдау етіп жайғанымыз дұрыс болады. Мінекей біз майымызды қыздырып жатырмыз. Бұл бізде заказ болғандықтан басқа жұмыстармен бірге араластырып жасап жатырмыз. Сіздерге де лайфхак, бір тірлікпен екі тірлікті араластырып жасасаңыз, уақыттан үнемдеу мүмкіндігі болады. Міне осылай біз бауырсағымызды пісіріп аламыз. Бұл жерде біз тойдың бауырсағы, іші полный, дөңгелек және өте нәзік бауырсақтар пайда болады. Дәл осылай екі жағынан майды кәдімгі бауырсақтар сияқты етіп, қыздырып, пісіріп аламыз. Астарыңыз дәмді болсын, берекелі болсын, заказдарыңыз көп болсын, ал видеоларым сіздерге аманат.